Сәлем достар, бүгін дәрі арқылы беттегі дақтарды кетіру маскасын көрсететін боламын. Алдын ала каналға тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Бұл масканы аптасына бір рет, 10 күнде бір рет қана жасау керек. Ескертулер дәріден жасалғандықтан бұл жаға жақпай ма, сіз алдын ала тексеріп аласыз. Біз қоспасын бәрін дайындап алған екен, бірінші білегіңізге жағып көресіз 10-15 минут. Егер қызарып, бөрту ештеңе болмаса, одан кейін ғана бетіңізге қолданасыз. Кейбір адамдарда әртүрлі маскадан бетіндегі дақтар кетіп жатады. Ол өзінің терісінің сезімталдылығына байланысты. Ал кейбір адамдарға қандай крем, маска жақса да бетіндегі дақтар мүлде кетпейтін адамдар болады. Осы маскадан да дақтар жақсы кетеді. Бұны косметологияда қолданады. Біз аспирин дәрісі және перекс, лимон және қаймақты қолданатын боламыз. Күн сәулесінен негізі әйел адамдарға көп түседі бетіне дақтар, ерлерге қарағанда. Өйткені әйелдер бетіне сапасыз крем жағады, және басқа да арзан кремдер жағады. Күннің астында көп жүреді. Жел күннің астында, сол кезде бетке күннің әсерінен дақтар толып қалады, толып түседі. Кейбір әйелдерге ештеңе әсер етпейтін болады, терілері мықты болады, ал терілері сезімталдарға дақ, үгірей көп шығатын болады. Сол үшін күннен қорғанатын кремдерімізді жағып жүру керекпіз. Күн қатты осы жаз уақытында, қыста, күзде ол қайтып кетіп қалады, ағарғаннан кейін қайтып көрінбей кетіп қалады. Көктем мен жаз уақытында шығады. 100% кетіру үшін аптекада негізі көк шай деген крем бар. Корейский не болмаса қытайский. Соны алып жақсаңыздар, ол сразу кетіреді. 90% кетіреді негізі. Ірі-ірілері қалады. Мен жағып көрген болатын. Негізі осындай жолдармен үй жағдайында да кетіруге болады. Кейбір әйелдердің беті сезімтал, сразу кетеді, ал кейбір әйелдерде қандай маска қолданса да әсер етпейді. Ол дақтың мықтылығына да байланысты болуы мүмкін. Бұл қазір біз қаймақ, лимон және аспиринді қолданамыз. Бұл масканы 30 жастан асқан қыз-келіншектер ғана қолдануға болады. Жастарға қолдануға болмайды. Өйткені олар жастардың кожалары онсыз да әдемі, тартылып, тегіс құртып алуы мүмкін, әрденге жаға беріп. 30 жастан асқан соң ғана қолданасыздар. Бұны бетімізге жақпас алдын ала қолымызға, білегімізге азырақ жағып, 5-10 минут тексеріп аламыз. Қызарып, бөрту болатын болса, бетке жақпаймыз. Бізге жақпайды деген сөз. Осы аспириннен 3 алып езіп аласыздар және қаймаққа осылай саласыздар. Қаймаққа 3-4 қасық қаймаққа салып, жақсылап араластырып аласыздар. Аспирин кәдімгі қан суытатын дәрі. Ең қарапайым түрі. Осыны араластырып және лимонды сығып қосамыз. Азырақ шамалап 1 шай қасықтай қостым. Және де перекс сутек тотығы 3%-дық. Осыны 10 тамшыдай қостым. 10 тамшы қостым. Жақсылап араластырып аламыз, білегімізге жағып, тексеріп аламыз. Бұл теріге жаққан кезде сәл-сәл ашу сезімдері болады. Құрамында дәрі болғаннан кейін шымырлап, жыбырлаған сияқты сондайлар болады. Ол ештеңе етпейді, қызармаса болды. Қатты ашып кетсе, дереу жуып тастаймыз. Көзіміздің айналасына жақпаймыз. Осыны аптасына 1 рет, 10 күнде 1 рет жағып, 1 ай бойы қолданып көрсеңіздер болады. Нәтижесі шығады. Осыны 10-15 минут, 20 минуттай бетімізде ұстап, кейін жуып тастаймыз.
достар, каналыма тіркеле кетіңіздер, қолдау білдіріп қойыңыздар. Келесіде бетті жұмсақ сәбидің терісіндей ететін масканы көрсетемін.